Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамызға келіп, балаңыздың сұхбат бергенін қаласаңыз, хабарласыңыздар. Жұлдыздар Академиясы сіздер үшін ашық. Келесі жұлдыздың бағын бірге жағайық. Келесі жұлдыз ол сіздің балаңыз. Сәлем, бізді көптен күткен, не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз. Біз бастаймыз. Сен болашақта үлкен бір мекеме ашсаң, аурухана болуы мүмкін, мектеп болуы мүмкін дейді. Иә, жалпы үлкен бір мекеме. Кімдерді жұмысқа аласың? Және не үшін? Мысалы, аурухана болса, білімі өте жоғары, сондай адамдарды жұмысқа аламын. Және де олар адамды емдеуші, әсіресе ота жасайтын кездерде сондайларға көп. Медиктер. Енді былай алайық. Қарағат, сені ата-анаң айтады. Қарағат, осындай мекеме ашып жатсың, өз қолыңда барлығы. Енді жұмысшылардың барлығын енді айдаладағы адамдар болғанша, ертең барған жерде айтып жүр, ағайын туғанның барлығы. Қызың сондай жұмыс жасап, бір туысқанын тартайын демейді. Біздің балдар енді жұмысқа тұра алмай жатыр. Біздің балдарды жұмысқа алсын да, десіп. Егер қолынан келетін болса, қолынан қатты келмейді енді. Бірақ туысқаны. Жұмысқа аламыз ба? Жұмысқа ала береміз. Өйткені туысқанды жұмысқа алу бұл дәстүр, Адамдарды? Адамдарды? Саған ата-анаң айтса, Расул, осындай мекеме ашып жатқаннан кейін туған туысқандардан ұят болады. Туысқандарды жұмысқа алайық десе. Деймін. Неге? Кімдерді аласың соны? Өзімнің бақшын тәтемді, ержін тәтемді, туысқандарымды. Сөйтіп оларға үйретемін да сол жұмысқа қойып қоямын. Олардың қолынан келмесе де ала бересің бе жұмысқа? Иә, үйретемін. Оқу тура келген мамандарды аламын. Жұмысы жоқ адамдарды өткізіп қоямын. Жалпы саған ата-анаң айтса, Бекзат, енді осыншама бастық болып тұрып, енді ұят, туған туысқандардың барлығы айтып жүр. Баланың сондай тірлік жасап жатқанда, неге бір туыстарын жұмысқа тартпайды? Енді қолынан келмесе келмейтін шығар жұмыс. Бірақ енді сонда да өз қолында ғой, жұмысқа тартып жүрсің. Өз ішімде туысқандар. Туысқандарды аламыз ба жұмысқа? Қолынан түк келмесе де? Неге? Туысқан ағайын ренжиді. Кім жұмысқа жатса десе, келсе соны аламын. Ал қолынан ол мамандық келмесе де, қолынан ештеңе келмесе де жұмысқа ала береміз ба? Жоқ, мен оны өзі болғысы келетін мамандыққа берем, ақша берем. Туысқандарды жұмысқа аласың ба? Иә. Кімдерді аласың? Сіңлілерімді, бауырларымды, әпшемді, ағамды. Солар жұмысқа аласың? Иә. Неге? Өйткені олар жақсы жұмыс істейді. Жақсы оған несі бар, талпынысы бар адамдарды. Талпынысы бар? Ал оның қолынан ол жұмыс қатты келмейді. Бірақ сонда да жұмысқа алу керек. Саған ата-анаң айтады. Нұрсая, туысқандардың барлығын жұмысқа алайық, құр жүр ғой. Сонда сол жұмысыңды дұрыс істейтіндерге үйрет деп айтамын. Туысқандарды жұмысқа аласың ба? Жоқ. Неге? Өздерінің жұмыстары бар. Жоқ, жұмыстары жоқтаршы. Жұмыстары жоқтары бар. Жұмыс істейді. Өте көп адамдарды, олар білікті және білімді болу керек. Міндетті түрде ме? Кейбіреулерінің жұмысы сәл жеңілдеу болса, ол уже сәл ғана білімді болса да болады. Ал саған қолынан енді ол саладағы жұмыстар келмейді, бірақ сонда да ата-анаң айтады, енді Гүлдана, туған туысқаннан ұят болады, туысқандарды жұмысқа алайық десе. Алатын едім. Кімдерді аласың? Мен бар, ағамды, тәтемді, тағамды және ешені. Ешем үйірімді. Сол үшін бәрін жұмысқа аласың, Қолдарына ештеңе келмесе де. Әлде мынандай ақша беріп қойды ма? Жоқ. Ақша берсе аласың ба? Мен оларға жұмыс істеген үшін ақша берем ғой. Мықты мамандарды аламын. Тағы кімдерді аласың? Өз ісін жақсы көретіндерді аламын. Егер қолынан ештеңе келмейді, бірақ саған ата-анаң айтса, мына туысқандарды да бір жұмысқа кіргізіп жіберейік та, Аружан жұмысқа кіргіз десе. Мен
Неге? Өйткені олар дұрыс ұйықтамасы, дұрыс істемасы. Мен оны не қылам? Туысқандарды кіргізбейсің бе? Оқыса кіргіземін, оқымаса кіргізбеймін. Онда былай жасайық Аружан. Жалпы енді сені де түсініп тұрмыз, сый-сияпат дегендей кішкене бізден бір саған сыйлық болсын. Міне $1000 біздің баланы жұмысқа кіргізіп жібер. Міне $1000 бердім саған. Иә? Кіргізіп жібер. Кіргізесің бе? Жоқ. Неге? Өйткені ол пара болып есептеледі. Пара болып есептеле ма? Болмай ма? Вообще кіре алмаймыз ба енді жұмысқа? Не істеу керек? Мен ақшасын өзінде беремін, қайтарып. Адамдарды Қандай адамдарды? кәдімгідей сіз сияқты. Мен сияқты? Неге? Енді вайнер болғым келеді, вайнер командасы қашып. Вайнер болғың келеді, сол себепті ол салада біліктілігі жоқ болса да ала бересің, иә? Жоқ. Неге? Енді ол ондай жоқ қой. Саған айтса, ата-анаң айтса, сен туысқандарды жұмысқа алсай десе, бірақ оның туысқандардың қолынан ол тірлік келмейді. Бірақ сонда да туысқандарды жұмысқа алсай Нұрсая десе, аласың ба? Шамай. Неге? Енді өзінің өнері жоқ қылса не қыламын мен ол? Туысқан ғой? Жоқ қой. Мен туысқан деп ала беру керек па не? Алмайсың ба? Кімдерді аласың енді? Кәдімгі ол қолынан бір келетін адамдар аламын. Олар өздерін балаларын паналау үшін Кімді паналайды? ақша тауып, Асырау үшін, иә? иә, асырау үшін. Сол жұмыссыз жүргендерді жұмысқа аласың. Иә, Туысқандарың ше жұмысқа аласың ба? иә. Неге? Олар қолынан келмесе де ма? Қолына келсе болса. Келмесе. Аласың ба? Келсе алам. Жоқ, келсе аласың, түсінікті. Келмесе қолынан ол шаруа келмейді, бірақ туысқаның жұмысқа алу керек болып жатыр. Иә, Аласың ба? алам. Ойланып көрейін. Неге? Ол жақсы оқыса алар еді. Мұз бар ғой, иә? Кәдімгі. Сол мұзды жесең не болады? Жесең салқындайсың, денең салқындай, тазың салқындай. Сосын не болады? Ериді. Мұзды жеуге бола ма негізі? Негізі болмайды. Но енді суға қосып салқындатып жеуге болады. Ой, ішуге болады. Ал балмұздақ жейсің ба? Иә. Балмұздақ та салқын ғой? Балмұздақ мен жақсы көремін. Балмұздақ ұнайды. Балмұздақ салқын болса да жей беруге болады, иә? Жей беруге болады. Ауырсаң балмұздақ жеп ауыр, иә? Иә. Тамағың ауырады. Тамағың ауырады? Қалай ауырады? Жөтелесің, Қалай жөтелесің? қызуың шығады. Сосын жөтеледі. Сөйтіп алып қаласың ба? Сол үшін мұздай нәрсе жеуге болмайды. Болмайды, иә? Ал балмұздақ жейсің ба? Иә. Неге? Мама енді бізге мұздай емес балмұздақтар әпереді. Мұздай емес балмұздақтар бола ма? Сүт қосылады. Олар жылы бола ма? Қалай жылы? Сәл ғана. Сонда балмұздақ мұздан қарағанда жылы болады, иә? Жоқ. Көбі мұздай болады. Тамағың ауырады. Қалай ауырады? Кәдімгідей ауырады. Қалай? Енді мұз ғой. Жөтеліп қаласың, иә? Иә. Қалай жөтеліп қаласың? Кәдімгідей. Қалай кәдімгідей енді көрсетейін? Сөйтіп жөтеліп қаласың, иә? Сол үшін мұзды жеуге Болмайды. болмайды. Ал балмұздақ жейсің ба? Көп. Иә? Ал балмұздақ та салқын ғой. Оны жеуге бола ма? Иә. Неге? Ол да салқын ғой. Жейміз ғой біз күніге мамадан ақша сұрап. Мұз жесең ауырасың. Қалай ауырасың? Жөтеліп қаласың. Қалай? Мұз жесең өйткені ол өте суық болады. Тамағыңа пайдасы. Тамағың қалай ауырып қалады сол кезде? Жөтелесің. Қалай? Жөтеле бересің. Мұзды жесең тамағың қорылып ауырады. Қалай ауырып қалады? Сөйтіп ауырып қаласың, иә? Иә. Сол үшін мұзды жеуге болмайды. Иә. Балмұздақ жейсің ба? Балмұздақ жазда жеуге болады оны. Неге? Ол да салқын ғой. Тамағың ауырмай ма? Ауырады, бірақ көп жеуге болмайды. Мұзды жесең жөтеліп қаласың. Қалай жөтеліп қаласың? Өйткені мұздай. Мұздай. Ал оны жесең не болады сонда? Тамағын ауырады. Қалай ауырады? Жөтеліп ауырады. Қалай ауырған? Көрсетші маған, қалай ауырады ол? Деп ауырады. Сен бірдеңе білдіріп қойсаң. Білдіртпеуге тырысамын. Жоқ, білдірдім. Мысалы ойлайық.
бірдеңе сындырып алған шығарсың, қиратып алған шығарсың, не болмаса төгіп алған шығарсың. Кім ұрсады саған? негізі мама ұрсады ғой, но бірақ мен сол сразу төккен кезде быстрый реакция болады да, сосын тез соны бүлдіргенімді жөндеп тастаймын. Жоқ, бірақ мамаң біліп қойды. Қалай ұрсады саған? Біліп қойды ма? Сен неге ұрсасың? Білейін. Ой, кешіріңіздер. Андай сөздер кетіп қалып жатыр. Бұны біз қай жақсыға сатып алдық қой дейді. Сөйтіп. Ну енді байқаусызда болып қалды деймін мен. Кешіріңіз деймін. Мама сөйлеп қояды, сосын ең соңынан барып тағы кешірім сұраймын мен. Енді байқаусызда болды деймін. Болды дейді сөйтіп. Сені кешіреді? Иә. Мамам ашуланады қатты. Қалай? Көрсетші. Неге сындырасың? Ол әдемі еді ғой дейді. Менің жақсы көретін құмырам еді. Ал папа қалай ұрсады? Папама оны тез жинап ал, әтпесе енді сені үйден шығармайын дейді. Сөйтіп ұрса ма? Сосын сен не дейсің? Мен ба? Оны жинап тастаймын. Сөйтіп кешірім сұрайсың? Иә. Кешіреді? Мама. Мама не деп ұрсады? Неғып сындырасың осы жерде ақша таппай жүрген кезде өйтеді деп. Сөйтіп ұрса ма? Сол кезде не дейсің? Шеше демеймін, қарап тұрамын. Кешірім сұрайсың ба? Иә, анда-санда. Не деп сұрайсың? Мама, тиіспеңіз, ұрыспаңызшы деп. Мамам. Сонда не деп ұрсады? Мысалға бірдеңені бүлдіріп қойдың. Құлатып алдың, төгіп алдың дейге. Сол мамаң қалай ұрсады саған? Мамам, былай, неғып құлатып алдың, ақша ғой ол деп ұрсады. Сөйтіп ұрса ма? Сосын не деп айтасың? Ұрыспай қойын дейсің, бұдан кейін мақыл деп кетеді. Әкем и мамам. Не деп ұрсады олар? Мысалға мамаң қалай ұрсады? Көзіне қарап жүрмейсің ба? Деп мама ұрса ма? Ал папа қалай ұрсады? Ол да солай. Папа қалай ұрсады? Көзіне қарап жүрмейсің ба дейді. Сөйтіп ұрсып бере ма? Сосын сен не дейсің? Кешіріңізші деймін. Соны кешіре ма? Иә. Әкем, Әкең қалай ұрсады саған? неге сындырдың деп. Қалай? Көрсетіп берші қалай ұрсатынын бізге. Әкең қалай ұрсады? Неге сындырдың деп ұрсады. Неге сындырдың деп ұрса ма? Или неге сындырдың деп ұрса ма? Неге сындырдың деп ұрсады. Тамаша. Сол кезде сен не дейсің? Байқамастан сындырдың деп. Билейсің ба? Иә, Қалай билейсің? Маған үйрете аласың ба? иә. Билейші маған. Бұл бір ең жеңіл тәсіл бар. Қандай ол? Бірінші бүйтесің, потом қымылдайсың, естесің. Осы ең оңайы. Болды ма? Иә. Қандай болады сонда? Соған миллион лайктар жинап кетеді просмотрмен. Қойш, дәл былай істесең болды ма? Иә. Тағы қандай істесең миллион жинайсың? Тағы да, өлеңдерге билесең. Қандай өлеңге, қалай билеу керек? Мысалы, просто билеуге өзінің де қимылдары бар. Қандай? Просто ближе, ближе, тирания, бежу тише, она ростом чуть ниже меня, но взлетаю с ней выше я. Осындай. Болды ма сөйтсең, кетті видео, иә? Тамаша. Бұның бәрін қайдан үйрендің? Тиктоктан. Басында тикток деген не екенін түсінбедім. Ал қазір енді тиктоктың звездасы болып кеттім. Сен ба? Қанша подписчигің бар? Менде 106. 106 мың ба? Иә. Мың емес, 106. 106 бар. Покасында видео. Өзің тикток түсіресің ба? Иә. Қалай түсіресің? Кәдімгідей билеп, сөйлеп. Қалай билеп? Сен маған үйрете аласың ба? Жоқ. Билей алмайсың ба? Біле аламын. Үйретсең маған оңайы бар ма? Оңайы бар. Үйренуге болады. Қандай тәсілі бар? Оңай үйренуге болады. Қандай видеолар түсірдің билеп? Мынандай епечен, солай деген. Солар білесің, е? Одан да басқаларын білемін, бірақ ең қиыны бар, мынандай деген. Осы қиыны ма? Бірақ сен қазір сол билерің арқылы көп адам танып жатыр сені, е? Иә. Былайынан шапалап ұрам. Бірақ сені мен ұрғандай, иә? Чувствоны көрсейік. Ал екеуміз ұрысып қалдық. Сонымен сені менің бетіңе қарап қаншама сөздер айттың, сол кезде менің ашуыма тиіп кетеді. Мен сені шапалақпен сарып қаламын, иә? Мен сені мысалға алғым келіп тұрған жоқ. Не үшін мен дайындалып келдім ғой? Өшір үніңді. Өзім білемін. Өшір деймін мен саған. Жоқ, мен дайындалып келдім.
иә кішкене жандайрат болсын. Әлі келмеген балалар бар ойланып отырған. Мен бұл жерге барсам ба, бармасам ба деп. Сол балақайларға не кеңес береді Жұлдыздар академиясы? Кеңес. Келіңіздер, осы жерге бақтарыңызды сынап көріңіздер. Өтіп кетулеріңіз де мүмкін, өтпей қалуларыңыз да мүмкін. Бірақ мұңаюға да болмайды. Ары қарай да жол бар. Кез келген жерден шығып кетуге болады. Мен осы жерге келіңдер деп айтатын едім. Не үшін? Өйткені өз-өзіңді танымал қылып жұлдыз боласың. Қымбатты көрермендер, сіздің де балаңыз дәл осындай сұхбат берген қаласаңыздар, хабарласыңыздар. Жұлдыздар академиясы сіздерді күтеді. Келесі жұлдыздың бағын бірге жағайық. Келесі жұлдыз ол сіздің балаңыз.